Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге ең дәмді, жұмсақ кекс әзірлейтін боламын. Ол үшін 3 жұмыртқаны миксермен араластыра отырып, қант қоспасын қосамын. Қант ерігенше 1-2 минут араластыра отырып, үстіне сұйық құямын. Және де температурасы маңызды емес, сүт құямын. Жарты ас қасық нан соусы, ванилин салып, ұнды себелеймін. Ұнды араластыра отырып, тағы да үстіне ұнды сеуіп, жақсылап араластырамын. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны арнайы кекс пісіретін формаларға құйып шығамын. Мендегі форма темір форма, үстіне әдемі қағаз қойып, осылайша 180 градуста духовкада пісіріп аламын. Біздің кексіміз дайын болды. Сіздерге де осылай жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен болған Бекзат.